Рас халқы. Құранда аталған халықтардың бірі рас елі. Алла тағала бұл қауым жайлы да өзінің Құрани кәрімінде Фурқан сүресінің 38 аятында Астағфирулла ва ада ва самуда ва асхабар расси ва қурунан бейне залика касира. Ад, Самуд, рас елдеріне және олардың аралығындағы көптеген қауымдарға да. Және келесі аятында ва куллан дарабна лахул амсала ва куллан таббарна татбира. Барлығына мысалдар көрсеттік дейді. Яғни насихат тыңдамай күпірлігіне мықты тұрғандықтан ол қауымдардың барлығын жоқ қылдық деген. Және Қаф сүресінің 12-14 аяттарында Астағфирулла кәззабат қаблахум қауму нухи ва асхабур расси ва самуд. Олардан бұрын Нух қауымы, рас халқы және Самуд елі де жалғанға шығарған болатын деген пайғамбарлардың. Және аяттың жалғасында وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسول أحق وعيد. Ад, Ферғауын және Луттың ағайындары мен әлейкеттер және Туббақ елі барлығы елшілерді жалғанға шығарған деген. Сондықтан уәде шынға, яғни менің азабым шынға айналды деп айтқан Алла Тағала. Ибн Аббас, Алла әкесі екеуіне разы болсын, рас елі ол Самуд халқының ішіндегі бір ауылдың тұрғындары еді деген. Яғни рас деген сөз құдықтың атауы деген. Оларға пайғамбар келіп дінге шақырғаны үшін көптеген тарихшылардың нұсқауына қарағанда рас халқына келген пайғамбардың есімі Ханзала болған. Яғни сол Ханзала қауымын дінге шақырғаны үшін оны қауым не істеген? Өлтірген. Сөйтіп денесін құдыққа тастаған. Сондықтан да олар рас елі деп аталып кеткен. Бұл қылмыстар үшін де Алла Тағала рас халқы Алла Тағаланың қаһарына ұшыраған деген.